Сәлем достар, бүгін сіздермен қазанда пісетін тандыр самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл самсаның тандыр самсада піскен самсадан айырмашылығы жоқ, дәмі өте керемет, дәмді болып шықты. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ыдысқа 400 грамм ұнды електен өткізіп алдым. 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз және де 30 грамм күнбағыс майын және 150 мл су, 1 шай қасық уксус құямыз. Уксус 9% болу қажет. Жұмсақ қамыр елейміз. Қамырды елеп болдым. Енді 20 минутқа пакетке салып демалдырамыз. 2 бөлікке бөліп, біреуін домалақтап пакетке салып қоямыз. Енді бірінші қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Қамырды жайып алдым. Енді еріген суыған сары майды құйып, барлық жеріне жағып шығамын. Арасын тығыз етіп орап шығамыз. Екінші қамырды да жұқалап жайып аламын. Енді суыған сары майымызды құйып біркелкі етіп, барлық жеріне жағып шығамыз. Жаңағы бірінші орап қойған қамырды осы екінші қамырдың үстінен қойып орап шығамыз. Пакетке салып, тоңазытқышқа 20 минутқа демалдырып қоямыз. Салмасына ет пен пиязды майдалап турап алдым. 1 шай қасық тұз, қызыл қара бұрыш және дәміне қарай әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Мен кориандр қостым және 100 грамм сұйық май құйып, жақсылап араластырып аламыз. Қамыр 20 минуттай тоңазытқышта тұрды. Енді ортасынан бөліп, бірнеше бөліктерге бірдей етіп бөліп аламыз. Қамырымызды жайып, ортасына салмасын салып бүгіп шығамыз. Бүккен кезде жақсылап жабыстыру қажет, пісіріп жатқан кезде ашылып кетпес үшін.
Үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт сеуіп шығамыз. Қазанымыз қатты қызып тұру қажет. Қатты қызғаннан кейін жұмыртқаның ағына самсаны жақсылап батырып, астын қазанға жабыстырып шығамыз. Қазанның бетін жақсылап жауып, 40-45 минутта баяу отта пісіріп аламыз. Әр 10 минут сайын қақпағын ашып, ауа кіргізіп тұру қажет. Біздің самсаларымыз дайын болды. Өте дәмді болды. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.